Реки Джексон жазықсыз сотталу бойынша жалған айыппен түрмеде ең ұзақ 39 жыл отыру рекордын орнатты. Ер адам 18 жасында Кливленд көшелерінің бірінде бизнесменді атып өлтірді деп 12 жастағы бала Эдди Вернон куәлік берген. Баланың айғағы бойынша Джексон сотталып, ең әуелі өлім жазасына кесу, одан кейін өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылған. 40 жыл бойы өзінің кінәсіздігін дәлелдеу үшін күресті. Ұзақ және азапты жылдардан кейін сол кезде 52 жаста болған бала Эдди Вернон полицияға келіп, шериф, яғни округ құқық қорғау органының бастығы оны куәлік беруге мәжбүрлегенін және іс жүзінде кісі өлтіруді көрмегенін мойындады. Ер адамға тағылған айыптар алынып тасталды және әділетсіздіктің белгісі ретінде мемлекет Реки Джексонға $1 миллион берді. Сондай-ақ ол әділетсіз түрмеде отырған кезінде жоғалтқан табысы үшін $2 миллион 65 сыйақы алды. Бұл жағдай сізге қалай әсер етті? Қандай ой түйдіңіз? Өз ойыңызбен бөлісіп кетіңіз.